Капитана Гранта деген кітабы. Бұл кітап мені қиындықтар, сәтсіздіктерге жеңілмей мықты болуды үйретті. Бұл кітапта көптеген кейіпкерлер бар. Соның ішінде Капитан Грант, Гленнерван, Роберт, Мэри Грант, тағы да басқа кейіпкерлер бар. Гленнер мен оның достары Капитан Грантты іздеу үшін көптеген мемлекеттерді аралады. Мен бұл кітапты бір айда бітірдім. Бұл кітапты маған әкем алып берді. Мен сіздерге де ол кітапты оқуды ұсынамын. Мен 6-шы сынып оқушысы Тұрдыбай қызы Аяла. Мен оқыған қызықты кітаптың аты Робинзон Крузо. Авторы Дэниэл Дефо. Маған бұл кітаптың ұнаған себебі бұл жерде Робинзон Крузо көптеген саяхаттар жасайды. Бұл кітаптың негізгі ойы үйіңнен, ата-анаңнан, туған жерінен алыс кетпеу. Себебі кейін өкінесің. Мені қызықтырған жерлері оның ең соңында 2 ұлы және 1 қызы болды. Бұл кітап маған мынандай ой салды. Мен енді ата-анамның айтқан сөзін екі етпей орындаймын. Бұл кітапты сіздерге де оқуға кеңес беремін. Оқудан ешқашанда жалықпайық. Сәлем, мен 6 сынып оқушысы Нұрдәулет Ерасыл. Мен оқыған қызықты кітаптың аты Могиканың соңғы тұяғы. Авторы Джон Феннимор. Бұл кітаптың негізгі ойы Хедвард пен Могикандарды соғысқа дайындыру болатын. Мені қызықтырған жерлері Хедвардты батып бара жатқан айды суырып алған жері қызық болды. Бұл кітаптың маған берген ойы Могиканың соңғы тұяғы атты романындағы өзгенің жерде көз салып ұлын, құл, қызын күнетуге үйренген отаршылық елдердің үндістерге көрсеткен зорлық-зомбылығына құрып бітуге арналған үндістердің тайпаларына бостандық жолындағы күресін баяндайтын.